Сәлем достар, YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі және шаймен ішкенге өте күшті болатын пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Жұмсақ сары майға қант ұнтағын саламыз, жұмыртқаны салып, үшеуін біріктіреміз. Үстіне ұн мен разрыхлительді салып, жұмсақ қамыр илейміз. диаметрлік ыдыс қолданамыз. Осы қамырдан сразу 150 граммды бөліп алып қойсаңыздар да болады шетке. Ал қалғанынан осылай бірінші шеттерін келтіріп, қалғанын астына қамырды жайып, тегістеп келтіреміз барлығын. Үстіне қолданғанға ровно 150 грамм қамыр қалды. Енді осының үстіне джем қолданамыз, яғни езілген варенье. Мен сливанкын қолдандым, сливамен өте күшті болады. Ол болмаса өріктің, клубниканың джеммен тоже жасасаңыздар болады. Ал енді малинанкымен жасап көрмедім, лично өзіме оның дәнектері кедергі келтіреді. Енді бағана алып қалған 150 грамм қамырымызды осылай жайып, өздеріңіз түрлі пішін узорлармен бетін жауып шықсаңыздар болады. Пирогты жасап болғаннан кейін алдын ала қыздырылған пеште 175-180 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Енді примерно 30-35 минут уақыт алады. Пирог піскеннен кейін бөлме температурасында бір түн ұстап, содан кейін барып кесіп жесеңіздер, анау начинкасы тестасына сіңіп, жұмсарып өте күшті болады. Міндетті түрде солай жасап жеп көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, видеомды қолдап кетулеріңізді сұраймын, және осы видеомен өз таныстарыңызбен бөлісіңіздер, және міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.